Қайырлы күн YouTube арнамның оқырмандары, сіздермен бірге Мөлдір. Бүгін біз иісі мұрын жаратын, дәмі өте керемет, алмадан жасалған, я болмаса жаңағы сухофруктіден жасалған жеңіл дайындалатын пирог дайындаймыз. Жасалуы өте оңай, қолда бар заттармен жасалады. Бұл пирогтың коржын, яғни основасын осының алдында сүзбелі бәліш жасағам. Ол YouTube арнамда бар, соныкі секілді ғып алдым. Себебі қамыры жұмсақ, үгілмелі болып піседі, өзіме ұнайды. Ал енді жасалуына келетін болсақ, қантқа 2 жұмыртқа қосып, оны жақсылап ағарғанша миксерлеп аламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы маргаринді ұнға қосып, оны қолмен үгітеміз. Жақсылап үгіткеннен кейін 1,5 шай қасық ұн қопсытқышымызды қосамыз да жақсылап араластырамыз. Одан кейін оған жаңағы жұмыртқа қоспасын қосып, жақсылап қолға жабыспайтындай жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды көп илеп қойып жүрмеңіздер, қатты болып қалады. Енді осы дайын қамырымызды холодильникке, яғни тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Мен асыққандықтан оны мұздатқышқа 20-30 минутқа қойып алдым. Ендігі кезекте пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін кепкен жемістерімізді пісіріп алдық. Соны тазалап, дәндерінен, ішіндегі керексіз заттарынан тазалап тастаймыз да, оны блендермен осытып каша секілді ғып езіп аламыз, яғни езбе жасаймыз. Одан кейін оған дәміне қарай қант, корица қосамыз да жақсылап араластырамыз. Корицаны негізі қоспай жасасаңыздар да болады. Өзіме осы корицаның дәмі, иісі ұнайтындықтан мен қосып жіберемін. Жақсы болып піседі. Енді пирогымыз пісетін форманы майлап аламыз. Содан кейін жаңағы мұздатқышта тұрған тестамызды алып, оны бір кіші және үлкен бөлікке бөлеміз. Қамырымыздың үлкен бөлігін формаға салып жайып, оның ішінде жаңағы пирогымыздың основасын дайындаймыз. Енді қамырымызға кепкен жемістерден жасалған езбемізді салып, жақсылап жайып, тегістеп шығамыз. Енді осы пирогымыздың бетін жаңағы алып қалған қамырдың кіші бөлігінен өзіміздің фантазиямызға қарай жақсылап әрлейміз. Енді осы әп-әдемі болып әсемделген пирогымызды алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімнің де қолынан келеді деп ойлаймын, себебі өте оңай және тез жасалады. Дәмі де, иісі де өте керемет пирог. Жасап көріңіздер. Егер мен ұсынған рецепт түрі сіздерге ұнаса, арнама жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.